Достар, мен кеше қамырымды дайындап морозильникке салып қойғам. Мен кеше қамырдың тесасын көрсеткен болатын. Соны осындай қылып турап аламыз. Самсан қамырым қатты болып тұр. Иленгенде жақсы болады. Сосын осылай істеп ұнға не қыламыз? Ұн салып сөйтіп жая береміз. Міне осылай істеп аламыз. Көрдіңіз, мына ортасы қандай болып тұрған. Достар, осында бүгін бізде самса пісіретін боламыз. Самсаға төрт бұрыштығы осында пияздарымызды турап аламыз. Самсаның пиязы көп болған жақсы болады. Өйткені самса өте дәмді шығады. Пияз көп болған жақсы етке қарағанда. Осында төрт бұрышқа турап алғаннан соң етіміз осылай туралады. Төрт бұрыш болып. Майда қылып. Сосын ішіне жаңа қойдың құйрығының майы мынау. Сондай не қылып турап, пиязымызды көбірек алып. Және де тураймыз, мынау аз пиязымыз. Осылай турап аламыз. Осыған өзіңізге жетерлікті тұз саламыз. Мен қара бұрыш қосқан жақсы көремін. Ұнтақ қара бұрыш саламын. Өйткені үйдегілердің бәрі жақсы көреді. Негізі самсаның дәмдеушісі жақсы. Мен универсалный саламын. Самсаның дәмдеушісі жоқ болғаннан кейін жетерлікті саласың да өздеріңе керектісін. Мен кішкене су құямын етке. Сол кезде мынау суы шығып өте жақсы болады. Сосын еттің қандай алу керек дегенде, жаңағы жылқының или малдың омыртқа еті жұмсақ болады олар. Сондайдың етімен пісірген жақсы. Самсаныкінде былай тамаққа да омыртқа етін алған жақсы. Қыздар, омыртқа ет жұмсақ болады. Осы араластырып аламыз. Дайын. Осындай қамырымды жайып аламыз. Оны сөгіңкіреп, өйткені қамыр жұмсақ. Дәл осылай жайып бүйтіп аламыз. Сосын ішіне етін салатын боламыз. Кейін духовкаға сала берсек болады. Самсаларымызды осылай түйіп аламыз. Мына үш бұрышын былай келіп кішкентай болған өте түрі әдемі болады. Аппетитің ашылады деген сияқты. Осында қамыр беті жақсы болу үшін бір жұмыртқаны немен араластырып алып, бетіне жағып шығамыз осылай. Бетіне жағып, жұмыртқаны сары әдемі болып шығады. Сосын мынандай күнші себем осылай кішкене. Достар, самсамыз дайын болды. Өте жұмсақ. Көрдіңіз, астына дейін жақсы піскен. Көрдіңіз, жұмсақ. Слайоны жұмсақ болып піскен. Көрдіңіз, ас болсын үй жағдайларда істеп жеп көріңдер.